тапсырмаңызға сәйкес төтенше жағдайдың салдарын жою бойынша жүйелі және жоспарлы жұмыс жүргізуде. Қазіргі таңда өзіңізге белгілі 5 елді мекенді су басты. 31 мыңға жуық халық қауіпсіз аймаққа дер кезінде көшілді. Сонымен қатар 847 үй зардап шекті. Жалпы қазіргі таңда бұл жерлерде кестеге сәйкес жұмыс жүргізілуде. Жалпы 5 елді мекеннің тұрғын үй мәселелері келесідей болып шешілді. Достық, жаңа тұрмыс, жеңіс елді мекендерінің тұрғыны осы жаңа мөлтек ауданға 70 гектар жер телімі бөлініп, жаңа мөлтек аудан салынуда. Фирдауси мен Өргебас елді мекенді сол халықтың сұранысын ескере отырып, сол елді мекендерде сол қалпына келтіру жұмыстары жүргізуде. Сіздің президент ретінде халық қолдауыңызды айқын сезінді. Берілді. Сонымен қатар 1 миллиард 123. Біздің енді 1 мамырдағы болған апаттан кейін біз өзбек тарапымен 6 рет кездесіп, бүкіл жаңағы су мәселелерін шешуге ынтамызды салдық. Негізінде биылғы вегетациялық кезең жақсы деңгейде өтіп жатыр. Енді мына Сардобадағы апат болғаннан кейін 300 километрге жуық канал су арналары мен коллекторлар су басты. Оған жаңағы 1,5 миллиард теңгеге ущерб болды. Енді оны бәрін біз қалпына келтірдік. Дегенмен қазірде мына өзбек тарапымен біз келіссөздері әлі күнге дейін жүргізіп жатырмыз. Оның ішінде ең бірінші біз жол картасын қол қойдық. Жол картасы аясында 91 жылдан бастап 10 су қоймалар салынған өзбек тарапы. Соның бәрін біз бірлесіп бір аудит жасаймыз деп соған келістік. Енді қазір жаңа індет біткеннен кейін, карантин біткеннен кейін біздің специалисттер шығады. Екіншісі, біздің екі ел арасында 8 қаратын бірлескен бір басқармалар құрамыз деп сондай. Мақтаарал ауданына қош келіпсіз. Мен Гүлдана Тұрдыбекқызы, су апатынан зардап шеккен Жеңіс ауылының тұрғынымын. Әлі көп балалы анамын. Сізге өзім секілді көп балалы аналардың ыстық лебізі мен сәлемдемесін жолдаймын. Осыдан 3 ай бұрын тосыннан келген су апатынан елімізді, ауылымызды су баспанамыз суға кетіп, қаншама халық үй-күйсіз зардап шеккенде, сіздің елім, жерім, халқым деп жасаған игі бастамаңыз бен тапсырмаңыздың арқасында мына біз далада қалмай, арнайы қауіпсіз орындарға жайғастырылып, ол жерде бізге бүкіл жағдай жасалды. Жатын орын мен киім-кешек, 3 мезгіл ыстық тамақпен қамтамасыз етіп қана қоймай, балаларымызды түрлі сауықтыру лагерлеріне жіберіп отырғаныңызға рахмет айтамыз. Және де әрбір қазақтың жүрегі қазақ деп соғады емес пе? Еліміздің түпкір-түпкірінен біздің жағдайымызды көріп, бізге демеу болып, әлеуметтік және гуманитарлық көмектерін ұсынған барша қазақ халқына үлкен ризашылығымызды білдіреміз. Біз осы апатпен арпалысып жүргенде, елімізде болып жатқан індетке де, күннің аптап тұрған ыстығына да қарамастан, осы бізді суыққа қалып кетпей, ертерек өздерінің баспанасына қоныстансыншы деп, мына біз армандағаннан да керемет, барлық жағдай жасалған, үй салып беріп жатқан құрылысшылар мен қай жерде қоныстансақ та біздің денсаулығымызды қадағалап отырған, өз істерін үлкен жауапкершілікпен атқарып отырған дәрігерлерге үлкен алғыс айтамыз. Бәрін айтты, бірін айт, біз ата-аналар үшін осы балапандарымыз ойнайтын ойын алаңшалары, саябақ, балабақша, 1200 орынды мектеп, міне жанымызда үлкен емханамыз бар. Осының барлығы осы мөлтек ауданында салынып жатқанына біз өте қуаныштымыз. Шын мәнінде апат деген айтып келмейді оны. Оқыс оқиға болды. Оған қарамастан мемлекетіміз шұғыл түрде тиісті шараларды қабылдап, жергілікті тұрғындарға көмек көрсетті, қол ұшын берді. Еліміздің түкпір-түкпірінен көптеген адамдар, мамандар келіп, мына жерде жұмыс істеді. Нәтиже өте керемет. Қазір бүгін қарап шықтық. Жақсы үйлер салынды. Жалпы ең басты мәселе адам шығыны болған жоқ. Құдай сақтады. Қалған бәрі біз қолымыздан келгенше шешеміз. Ешқандай тосқауыл болмайды. Мен осы мүмкіндікті пайдаланып, құтқарушыларға, дәрігерлерге ризашылығымды айтқым келеді. Жаңа қоныстарыңыз құтты болсын деп айтқым келеді. Құрметті Қасым аға, мен Ниязов Бақырдин, ұлтым тәжік, Фирдауси тұрғынымын. Осы халқына қамқор, жаңашыл президентмен кездескен өте бақыттымын.
шын мәнінде елбасымызға екі сынақ келді. Бірі COVID-19 болса, әлі екіншісі су тасқыны болды. Су тасқын кезінде не есер білген халыққа мемлекет қол ұшын созу, жас баланы сипағандай басын асырын қалтарды. Осындай қиын кезінде өз халқын қамқорына алған мемлекет пен және сіз де президент біз үшін мақтан. Мақтал ауданда 20-дан астам өзге ұлттар тұрады. Олар бір атаның баласында сияқты бір жағынан бас шығарып тату өмір сүруде. Фирдаус ауылында 100% тәжік болып тұрады. 600 орындық жаңа типтік мектебіміз бар. Бұрын болмаған қазір таңда 8 қазақ сыныбымыз бар. Бәріміз қазақ сыныпқа балдарын беріп жатырмыз. Өйткені келешекте мемлекет қызметіне балдарымыз қызмет етуге арманымыз бар. Сіздің салақалы саясатыңыздың арқасынан біз жаңа үй салдық. Ауылымызда жаңа медпункт, полиция бөлімшесі және ауыз суын, газ жүйесін жаңа тартты. 14 көшемізге асфальт түсіп жатыр. Уақытыңызды алмайын. Бізде бір өтініш бар, сізге бұйымтай. Осы жерде бірінші күннен бастап Түркістан облысының бірінші орынбасары Қосман Қаратаевич осы жерде жұмыс жасады. Сол кісі осы жерде жүріп ауырды, мен ол кісінің қасында болдым. Өзінің денсаулық жоқтығына қарамастан температурасы шығып жүрсе де осы жерде жүріп жұмыс жасады. Сол кісі дүниеден өтті. Сол осы жерде Мөлтек ауданынан сол кісінің атына бір көшені өзіңіз тапсырма беріп, Бұл азаматты мен жақсы білеуші едім. Нағыз азамат, нағыз мемлекетшіл тұлға. Сондықтан бұл ұсынысты мен қолдайын. Жақсы ұсыныс. Амандық болса бір көшеге атын берсек жақсы болады.